Сәлеметсіздер ме? Бүгін тауықтың санеті мен картоптан жасалынатын тамақтың түрін көрсетемін. Ол үшін бізге тауықтың санеті қажет. Оны біз жуып тазалап аламыз және де оған майонез қосамыз. Сонан соң өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштердің түрін қосып араластыруыңызға болады. Бұл видеода мен өзіме ұнайтын универсалды дәмдеуіш түрін қолдандым. Өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіш, яғни приправаны қосып, жақсылап араластырасыз. Сонан соң ыдыстың бетін жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз, немесе салқын жерге қойып қоямыз. Ол уақыт аралығында біз қосқан майонез бен дәмдеуіштердің дәмі сіңеді. Уақытымызды босқа өткермей, картопты ашып тазалап жуып аламыз, және де оны өзіңізге ыңғайлы етіп турап аласыз. Және де тұз қосып араластырамыз, тұз сіңу қажет. Тамағымызды салып пісіретін ыдысымызды майлап дайындап аламыз. Сонан соң ол ыдысқа жаңағы дайындап қойған тауықтың санеті мен картопты бірге салып аламыз. Біздің YouTube арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бағалы уақыттарыңызды бөліп, біздің YouTube арнамыздағы видеоларды көргеніңіз үшін үлкен рахмет айтамыз. Міне осылай ыдысты духовкаға салып, 30-40 минуттың ішінде 180-200 градуспен пісіріп аламыз. Тамақтың қалай жылдам пісуі, ол сіздің духовкаңызға байланысты. Міне біздің асымыз дайын. Дайын асты өз қалауларыңызға орай безендіруіңізге болады. Астарыңыз дәмді болсын.